10 шілдеге арналған жолды жорамал. Тоқта, жоспарларыңызды жүзеге асыру барысында күтпеген жерден кедергілер туындап қалуы ықтимал. Сіз мүлдем күтпеген жерлерден мәселелер туындап, сәтті аяқтадым деген шаруаларыңыз қайтадан алдыңыздан шығып, ыңғайсыздықтарға тап болуыңыз ғажап емес. Ең бастысы қобалжымаңыз. Бар болғаны әдеттегіден гөрі көбірек күш салып, көбірек уақыт бөліп, өте мұқият болсаңыз жеткілікті. Торпақ. Жұлдыздар көптеген торпақтардың біршама сәттіліктерге жететінін хабарлайды. Дегенмен де, бұған тек сәттіліктер ғана себепші емес. Ең алдымен, өз бойыңыздағы қайсарлық, жігерлілік, қандай қиындыққа тап болсаңыз да артқа шегінбейтіндігіңіз, төзімділігіңіз бен қиын шаруалардан қорықпайтындығыңыз себеп болады. Бұл күні ең қиын деген шаруалардың өзін өте оңай алып шығасыз. Сондықтан да сәттілік. Егіздер. Сәттілікке жету үшін айналаңыздағылармен қарым-қатынасыңыз жақсы болу керек. Себебі, үлкен сәттіліктерге жету үшін жаныңызда сенімді жандардың болып, әрдайым кеңестермен бөлісіп, қолдау білдірушілердің болғаны жақсы. Шиеленісті және негативті жағдайларды бойыңыздағы әзілкештілігіңіздің арқасында позитивке айналдырып жібере аласыз. Осының арқасында өзіңізді де, жаныңыздағыларды да жағымсыздықтардан қорғайсыз. Шаян. Бүгінгі күні еш ерінбестен, ең қиын шаруаларыңызбен алға қойған жоспарларыңызды ой елегінен өткізіп, алдағы уақытқа әрекет ететін әдістеріңізді нақтылап алғаныңыз дұрыс. Бүгінгі күннің өзі қиын шаруаларды атқарып, жобаларды бастағаннан гөрі ойлануға, сараптама жасауға барынша қолайлырақ. Бұл күні сіз өте мұқиятсыз. Осының арқасында алдағы уақытта жіберіп алуыңыз мүмкін қателіктерді жылдам байқап, оларды жібермеудің жолын қарастыратын боласыз. Арыстан. Өзгелерді өзіңізге қаратып, назарын бұру үшін арнайы дайындалып, оған бола тырысып бағудың еш қажеті жоқ. Бұл күні сіз онсыз да айналаңыздағылардың назарындасыз. Әріптестеріңізге де, серіктестер мен жақындарыңызға да сіздің көмегіңіз қажет болады. Сіздің идеяларыңыз бен берер кеңестеріңіз тек өзіңізге ғана емес, өзгелерге де үлкен көмек болады. Бекеш, бұл күн жаңа ақпараттарды қабылдауға, білім толықтырып, сараптама секілді ойлануды қажет ететін жұмыстар үшін қиындау болады. Дегенмен де, күнделікті атқарар шаруаларыңызды ешқайда жібере алмайсыз. Сондықтан да барынша мұқият болып, ойыңызды артық нәрселерге бөлместен қырағы болуға шақырамыз. Әйтпесе, мұқиятсыздықтың салдарынан көптеген қателіктерге бой алдырып қоюыңыз ғажап емес. Таразы. Аса күш салмасаңыз да, бүгінгі күні біраз сәттіліктерге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Армандарыңызды жүзеге асыруға мүмкіндіктер де жетеді. Бұл күн таразыларды жағымды романтикалық кездесулермен, күтпеген жерден ақшаның түсуімен, сондай-ақ жағымды тосын сыйлармен әбден қуантуы мүмкін. Егер таразылар бұл күнге үлкен жобалар мен жоспарларды жоспарлаған болса, еш қорықпастан кірісулеріне болады. Бастысы, қорқынышқа жол бермеу керек. Саршаян. Маңызды сұрақтарды шешуде тәжірибеңізбен қажетті білім жетіспей жатуы мүмкін. Бұл тек жұмысқа емес, өмірдегі барлық салаға қатысты болуы ықтимал. Сондықтан да өзіңіз білмейтін, сенімсіз нәрселерге келгенде өз алдыңызда шынайы болып, тәуекелдерге бармағаныңыз дұрыс. Ең дұрысы айналаңыздағылармен кеңесіп, қажетті әрі тәжірибесі мол мамандардан кеңес сұрағаныңыз жөн. Сонда ғана ыңғайсыз жағдайлардан да, жағымсыздықтардан да алшақ боласыз. Мерген. Бүгінгі күн мергендерді барынша қуантады. Оның себебі, жағдайлар мергендер жоспарлағандай өрбіп, барлығы өздері күткендей болмақ. Одан бөлек, біршама жағымды жағдайларды байқалып тұр. Жағымды сөздер, ғашықтық сезім, сәтті сауда секілді көңіліңізге жақсы әсер сыйлайтын сәттерде байқалады. Егер жағымды әсерлерді ұлғайтқыңыз келсе, бойыңыздағы позитив пен айналаңыздағылармен бөлісе біліңіз. Тауышқа. Көптеген тауышкілерге бүгінгі күні бастаған шаруаларын аяқтап, жылдам әрекет ету қиынға соғуы мүмкін. Себебі, бойында әлсіздік, шаршау байқалады. Сол себепті сізді шаршататын, энергияңызды сорып алатын нәрселерден алшақ болу керек. Бұл жағымсыз сөйлесулер, теріс орта, зиянды әдеттер болуы мүмкін. Жұлдыздар бүгінгі күні дем алып, ойыңызды тазартуға кеңес береді. Үлкен жауапкершілігі бар шаруаларды бүгінше өз мойныңызға жүктемегеніңіз дұрыс. Суқойғыш. Бүгінгі күні сіз нағыз дипломат секілдісіз. Кез келген адаммен дұрыс сөйлесе біліп, жақсы диалог өріп те аласыз. Ойыңызда жүрген сұрақтарды талқылап,
Қажетті жауаптарды алу үшін бүгінгі күннің мүмкіндіктерін барынша дұрыс қолдана біліңіз. Жылы сөйлесең жылан іннен шығады демекші, тіпті сөзге сараң, ашық сөйлесулер қиын адамдардың өзінде әңгімеге тартып, жақсы әсерде бола аласыз. Балықтар, қол жеткізген нәтижелеріңізге көңіліңіз толмай жатады. Бұған басқалар емес, өзіңіз ғана кінәлісіз. Себебі, қолыңызда тұрған мүмкіндіктерді жалқаулыққа басып, толықтай қолданбағансыз. Бұл күні барынша мұқият болмасаңыз, бір басқан жерді қайта басып, ескі қателіктерге қайтадан жол беріп қойыңыз ықтимал. Бұл күні сәттілікке жету үшін позитивті болыңыз. Барлық жерде мұқияттылық танытыңыз. Сонда ғана бәрі қалағаныңыздай болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.